Армысыздар. Қанапаның мұрасын насихаттап ізін жалғастырып жүрген құрметті ұстаздар, сіздермен қауышқаныма өте қуаныштымын. Қанапамыздың шыр етіп дүниеге келген, кіндік қаны тамған қасиетті өлке Тарбағатай тумасымын. Аты жөнім Тантаева Жанар Советовна. 2016-2017 оқу жылында Тарбағатай ауданы Ажар ауылы Қыдырбек Билялов атындағы мектеп-лицейінде ашылған зертхана өз жұмысын жоспарлы жүйелі түрде атқаруда. Бұл зертхананың негізгі мақсаты ой тастау, ойланту, ойлау технологиясының негізін мызғымастай бері кетіп кеткен Қанипа Омарғалиқызының еңбегі жұтамайтын жақұт екенін насихаттау. Өлді деуге болама ойлаңдаршы, өлмейтұғын артына сөз қалдырған деп, ұлы Абай атамыз жырлағандай, шығыстың білім шамшырағына айналған Қанапамызда артына өшпейтін мұра қалдырды. Білім тозбайтын тон, сарқылмайтын кен. Яғни, Қанапамыздың мұрасы әлі талай ғасыр еліміздің келешегі үшін қызмет етері сөзсіз. Мен үшін әдіскер ұстаздың пәнді оқыту пәлсапасы ой салу, ойлау, ойланту, бір шешімге келу пәлсапасынан тұрады. Ой салу ұстаз тарапынан, ойлану шәкірт тарапынан, ойланту ұстаз тарапынан, шешімге келу шәкірт тарапынан деп зағип адамға таяқ ұстатқандай білім берудің жүйесін белгілеп берген десек те болады. Ұстаз тәжірибесінен тағы да өзімнің сабақ өткізу әдістеме қоржыныма алғаным оқушылардың сабаққа мақсат қойып келуі, соған жету жолында қызығушылықпен жұмыс жасауы. Бұл білім алушының сабақтағы еркіндігіне жол ашады. Оқушының да, ұстаздың да іс-әрекеті түпкілікті нәтижеге қол жеткізудің өнімді еңбегіне айналады. Осы айтқандарым Қанападан үйренгенімнің бір бөлігі ғана. Бәрін айтып тауысу мүмкін емес. Мен Қыдырбек Билялов атындағы мектеп-лицейінің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Шеңгелбаева Гүлнұр Амангелдіқызы Қанипа Омарғалиқызынан тәлім алғаным үшін, ол кісінің сарқырап аққан бұлағынан сусындағаным үшін, шығармашылығымды шыңдап, кәсіби жетілгенім үшін, ол кісінің рухына басымды иіп алғыс білдіремін. Алтын адам, қанағат ап қиялды қанатынан, асуында арманнан тан атырған, ұлылықта ұлағат ұясында, жанартаудың тасынан жаратылған, Қанипа бұл шыбыны шырқыраған, шай сүйегі сау жүріп сырқыраған, аузын ашса алтайдан самал есіп, жұпар есе сайханнан бұрқыраған, тас бұлақтай санасы сарқыраған, ағайдындай жүрегі жарқыраған, көктемдей көңілі мөрдіреген, табиғаттың тумасы алтын адам. Табиғаттың тумасы алтын адам. Шынымен де ұлылыққа толы өр тұлғалы ұстазға халықтың берген бағасы. Қанапамыз алтын адам, Қанапамыз алтын қазына. Оның дәлелі менің қолымдағы кітаптары. Мына бір екі кітапқа Қанапамыз өзінің қолтаңбасын қалдырып, мектеп-лицейіне сыйға тартқан екен. Ода біз үшін мақтаныш. 45 жыл, 5 жылсыз жарты ғасыр, сәби кезімнен армандаған ұстаздық бақтым, бағым, шыққан шыным, асқан асуым болды. Жаратқан ем мөлшерлеп қана беретін, қамшының сабында ғана ғұмырым халық баласының ортасында өтіпті. Бұл әлем менің атымды аңызға айналдырды, әсіресе пенделік тағдырымның жоғын білдіртпеді. Мен осы 45 минуттарда көшпенді ата-бабамыздың жүрек жошқыр қиялы, пәк сезімі, адалдық, әділдік, ізгілік деп соққан жүректерінің лүпілін ести білуге талаптандым. Даланың даналарын тірілтіп, жас ұрпақпен қауыштыруға еңбектендім. Асан болып халқыма шер ойық іздеп, махамбет болып ертеулі атқа ер салып, оның азаттық жырларының қызғыш құсына айналдым. Енді осы 45 минуттарда 45 жылда шәкірттерімнің махаббатына бөлендім. Өзім де оларды ұстаздық махаббат бесігіне бөледім деген екен ұстаз. Ұстаз болыңдар деген әке аманатын орындап, ұстаздықтың биік шыңын еңсерді. Қара шаңырақтың есімін алты алашқа танытты. Кішкене ғана ауыл қызының жүріп өткен жолын өзіме үлгі тұттым. Әр қырынан танып, құдіретіне бас идім.